Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағынды лас суларды механикалық тазарту. Бүгінгі сабағымызда ағынды суды тазалау әдістері, механикалық тазарту әдісі, механикалық тазарту қондырғылар мен ғимараттары жөнінде мәлімет алатын боламыз. Ағынды суды тазартудың 5 әдісі кеңінен қолданылады. Олар механикалық, биологиялық, физико-химиялық, лас суды жете тазарту, химиялық. Механикалық жолмен тазарту әдісі ластанған сулардан арнайы құралдардың көмегімен ерімейтін зиянды қосындыларды бөлуге бағытталған. Ол үшін сүзгі, мұнай, май ұстайтын құралдар тағы басқалары пайдаланылады. Бұл әдіспен ластанған судың 60%-ын, өндірістік қалдық сулардың 95%-ға дейін ерімейтін қосындылардан айыруға болады. Қазақстанда жоғарыда аталған су тазарту әдістерінің ішінен тек қана механикалық әдіс пайдаланылады. Республикада жүздеген су тазарту қондырғылары тұрғызылған. Бұлардың жұмысын үнемі қадағалап отырмаса, олардың тиімділік көрсеткіштері төмен болып қала береді. Ал химиялық және биологиялық тазарту әдістері әлі тәжірибеге енген жоқ. Механикалық тазарту әдісінде қолданылатын ғимараттар: кереге, құм ұстағыш, май ұстағыш, тұндырғыш, гидроциклон, мұнай ұстағыш және сүзгі. Кереге лас су құрамындағы ерімейтін ірі заттарды ұстап қалу үшін қолданылады. Олар дөңгелек, төртбұрышты және басқа формалы металл стержендерден жасалады. Керегенің стержендерінің арасынан өтетін лас судың жылдамдығы 1 метр секундтан аспауы керек. Конструкциясына байланысты керегелер жылжитын, жылжымайтын және ұнтақтағышпен біріктірілген түрлері кездеседі. Ұнтақтағыш: ұсталынған қалдықтар ұнтақталуы қажет. Ұнтақтау үшін негізінен балғалы ұнтақтағыштар қолданылады. Ұнтақталған қалдықтардың диаметрі 0,1 мм. Олар сумен араласып ұнтақталады. Лас су балғалы ұнтақтағышқа өздігімен немесе арынмен түседі. Ұнтақтағыш керегемен бірге немесе бөлек орналасуы мүмкін. Құм ұстағыш: лас судың құрамында ауыр минералды қоспалар кездеседі. Олар тұндырғыштарға және биологиялық әдіспен тазартатын ғимараттарға көп кедергі жасауы мүмкін. Құм ұстағыштар ластанған судың құрамындағы ауыр минералды қоспа және құмды ұстауға арналған. Лас су шығыны тәулігіне 100 метр кубтен көп болғанда құм ұстағышты пайдаланады. Құм ұстағыштың жұмыс принципі гравитациялық күшті пайдалану арқылы жүзеге асады. Судың ағысына байланысты құм ұстағыштардың бірнеше түрлері кездеседі. Олар судың ағысы айналмалы болатын құм ұстағыштар, судың ағысы түзу болатын құм ұстағыштар, судың ағысы төменнен жоғары және судың ағысы винт тәрізді құм ұстағыштар, тангенциалды құм ұстағыштар, аэрациясы бар құм ұстағыштар. Тұндырғыштар: тұндыру процесі дегеніміз судың салмағынан ауыр бөлшектердің тұнбаға түсу процесі. Тұндырғыштың өндірісте 3 түрі кездеседі. Олар тік тұндырғыш, көлденең тұндырғыш және радиалды тұндырғыштар. Судан салмағы аз бөлшектер судың бетіне қалқып шығады. Олар май, мұнай, бензин және тағы басқалар. Бұл заттардан ағынды су май ұстағыш және мұнай ұстағыштарда тазаланады. Гидроциклон: сұйықтықтардағы қалқыма бөлшектерді ірілігі, нысаны, тығыздығы бойынша 2 фракцияға ажыратуға арналған аппарат. Өндірісте ауаны шаңнан арылту,
сұйықтықтарды мөлдірлету үшін қолданылады. Сүзгі. Суды тұндырғыштарда не мөлдірлеткіштерде мөлдірлеткеннен кейін оның сапасын әрі қарай жақсарту үшін сүзгілерде сүзеді. Сүзгінің түрі сүзгіш материалмен жүктелген, суды жеткізетін, суды жинап әкететін және сүзгіш материалды жуып тазалайтын жүйелермен жабдықталған резервуарлар тәрізді болады. Сүзгіш материалдарына байланысты сүзгілердің жіктелуі: торлы сүзгілер, қаңқалы сүзгілер және түйірлі сүзгілер. Келесі суретте лас суды механикалық тазарту схемасы көрсетілген. Бірінші, ластанған су керегеге келіп түседі. Керегеден қатты қалдықтар ұсталып, ол ұнтақтағышқа жіберіледі. Керегеден шыққан су құм ұстағышқа келіп түседі. Құм ұстағыштан шыққан қалдықтар құм бункеріне жіберіледі. Құм ұстағыштан шыққан ластанған су тұндырғышқа жіберіледі. Ал тұндырғышта тұнған тұнба метантенкте немесе тұнбаны сусыздандыру қондырғыларында өңделіп, кептіріліп, тыңайтқыш ретінде пайдаланылады. Тұндырғыштан тазаланып шыққан су хлорлау қондырғысынан өтіп, су қоймасына тасталады, немесе механикалық сүзгілеу арқылы өңделген су өзенге тасталынады. Механикалық тазарту әдістері. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.